Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, Абай атамыздың айтқан сөзі дәл мына Әлихан Бөкейханов атындағы ұстаздардығымызға айтылғандай. 1 қазан мен 28 қазан аралығында қоғамдық гуманитарлық бағыт пен жас өркен әдістемелік бірлестігінде жаңартылған білім мазмұнын іске асырудың тиімді жолдарын ұсыну, бастауыш сынып мұғалімдерінің шығармашылық әлеуетін, кәсіби деңгейін арттырудағы мақсатында айлық өтті. Ары қарай әндетпе. Құрметті ұстаздар, оқушылар. Білімнің сара жолы мектептен басталады, ал білімнің алғаш есігін ашатын кілті бастауыш екенін барлығымыз білеміз. Ең алғаш әріп танып, оқуға, санауға, есептеуге үйреніп, білімге деген құмарлығымызды бастауыштан бастаймыз. Бүгін біз жас өркен әдістемелік бірлестігінің 1 айлық ашық сабақтар топтамасын ұсынамыз. Біздің мұғалімдер бұл айлықта өте әдемі, әсерлі, ашық, терең мағыналы сабақтар өткізді. Бұл айлықта бәрі болды. Ашық сабақтар да, жарыстар да, түрлі қызықты конкурстар да. Тамашалап, белсенділік танытып, оқушылар да өздерінің білімді жастар екенін көрсете алды. Бұл білім мерекесінде 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарлар да топ жарып шықты. Кеудеңнен сезім селі ақтарылсын, боларсың күні ертең ақ мақтанышым. Білім алып тер төгіп еңбек етсең, өзіңнің сеніміңді ақтарсың шын. Дей отыра, ұстаздарға тек қана биік шыңдардан көрінсін. Шәкірттермен әрдайым мақтанып жүрсің. Алдағы уақыттарда да осындай апталықтарымыз бола берсін. Оқушыларымыз тек қана өздерінің білімді, өте ақылды жастар екендерін көрсетсін. Ұстаздарға тек қана сәттілік тілеймін. Бүгінгі сіздерге ұсынып отқан топтамамыз ұнады деп ойлаймын. Сәттілік тілейміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Айлық барысында Кунанбаев человек маяк своего народа, тәрбие көзі отбасы, күз береке, күз мереке тақырыптарында ұйымдастырылған іс-шаралар жоғары деңгейде өтті. Бұл іс-шараларға ата-аналар да қатыстырылып, тығыз байланыста болды. Экранға назар аударайық. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы. Қанша уақыт өтсе де өзінің құндылығын, өзектілігін жоймайтын бір маңызды мәселе бар. Ол жас ұрпақ тәрбиесі. Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінде 2019 жылдың 1 қазаны мен 25 қазан аралығында жас өркен әдістемелік бірлестігінің айлығы болып өтті. Бұл айлықта бастауыш сынып мұғалімдері ашық сабақпен қатар сыныптан тыс тәрбие сағаттарын өткізді. Мақсаты өскелең ұрпаққа адалдық пен парасаттылық құндылықтарын сіңіру, рухани адамгершілік және азаматтық патриоттық тәрбиені дамыту. Іс-шара жоғары дәрежеде ұйымдастырылды. Атап айтсақ, менің отаным Қазақстан, ұстаз ұлы тұлға, Абай дара, Абай дана қазақта, тәрбие көзі отбасы, менің елімнің рәміздері, аман болшы қарттарым, арайлы алтын күз, тағы басқа тақырыптарда сыныптан тыс тәрбие сағаттары болды. Жас балаға тағылымды тәрбие беріп, зердесіне жол табу ұстаз үшін оңай соқпасы анық. Десек те, тәрбиенің мөлдір қайнарынан сусындап өскен бала ар мен иманнан, әдеп пен ибадан, дәстүр мен салттан хабардар болып өссе, ұстаз үшін сол мәртебе. Ал 4-ші сыныптар арасында алтын бесік туған жер тақырыбында шығарма байқау өткізілсе, сонымен қатар 1-4-ші сыныптар арасында шебер қолдар байқаулары өз дәрежесіне жетті. 21 қазан мен 24 қазан аралығында бастауыш сынып оқушыларының бақылау жұмыстары оқу техникасы алынып зерделенді. Ғылымның сырын ұғына, шығыңдар білім шыңына, ұқыптылық пен зеректік жеткізер білім шыңына. Бастауыштан қанасың білімнің нәрлі сырына. Демекші,
Білімнің сара жолы мектептен басталады, ал білімнің алғаш ашатын кілті бастауыш екенін барлығымыз білеміз. Ең алғаш әріп танып, оқуға, санауға, есептеуге үйреніп, білімге деген құштарлығымызды бастауыштан бастаймыз. Бүгін біз 1 қазан мен 25 қазан аралығында бірлестігімізде өтілген жаңартылған білім жаңаша дамудың кепілі атты жас өркен әдістемелік бірлестігінің айлық іс-шарасына шолу жасамақпыз. 1 және 4 сыныптар арасында күз кереметі атты сурет көрмесі мен шебер қолдар көрмесі ұйымдастырылды. Білімі мен ой ұшқырлығын шыңдау мақсатында 4 сыныптар арасында алтын бесік туған жер атты шығарма жазу ұйымдастырылды. Сонымен қатар ұлы тұлға, ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Абай өлеңдерін жатқа айту бойынша 3 сыныптар арасында мәнерлеп оқу байқаулары өтті. Байқау барысында мектебіміздің бастауыш сынып ұстазы Таңбаева Шарбану, Үмбеталиева Жанар әріптесімізден Абай өлеңдерін жатқа айту эстафетасын қабыл алып, өзінің эстафетасын шәкірттері мен бастауыш сынып ұстаздарына жолдады.